Балалар, қазір математика сабағы. Математика сабағындағы ортақ тақырыбымыз уақыт. Ал бөлімшеміз бүгінгі балалар шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығару. Ал бүгінгі сабақтағы балалар мақсатымыз өзара байланысты шамалары бар есептерді шығаруды үйренетін боласыңдар. Ендеше балалар, жалпы массаны, бір заттың массасын, заттың санын қалай табатынын естеріңе түсіріп көріңдер. Ол үшін балалар 26 беттегі формулаларға, яғни өзара байланысты шамалардың формулаларына көз жүгіртіп қарап көріңдер. Ең алдымен жалпы массаны табу үшін не істейміз? Бір заттың массасын заттардың санына көбейтеді екенбіз. Ал бір заттың массасын табу үшін жалпы массаны заттар санына бөлу керек екенін білеміз. Ал заттардың санын табу үшін жалпы массаны бір заттың массасына бөлу керек екен. Олай болса балалар, осы түсініктерді қазір оқу тапсырмаларын орындау арқылы жүзеге асырып көрейік. Ендеше бүгінгі күнді балалар дәптерімізге жазып қояйық. Бүгін 19 қараша оқу тапсырмалары. Бүгінгі каллиграфиялық сәтімізге балалар өздерің білетіндей 19 санын барлық талаптарға сәйкес етіп жазып қояйық. Енді жоғарыдағы ережелерді, яғни формулаларды тиянақтап оқу тапсырмалары арқылы жүзеге асырып көрейік. Ол үшін сендерге мынадай есеп ұсынамын. 1,9 жәшікте 54 килограмм жүзім бар. Сондай 3 жәшікте қанша килограмм жүзім бар делінген екен. Ендеше үлгіге назар аударайық. 9 жәшікте, яғни 54 килограмм жүзім. 3 жәшікте қанша жүзім бар екен? Бір жәшіктің массасы бірдей. Ендеше шешуіне қарайық. 54 пен 9-дың бөліндісі 6 килограммға тең екен. Бұл дегеніміз балалар, бір жәшіктің массасы болады. Ал екінші амалда біз 6 мен 3-тің көбейтіндісін табамыз. Яғни 18 килограммға тең екен. Бұл дегеніміз біз жалпы массаны таптық. Ендеше жауабы 3 жәшікте 18 килограмм жүзім бар екенін білдік. Ендеше осы үлгіге қарай отырып, жоғарыдағы формулаларды басшылыққа ала отырып, оқулығымыздың 26 бетіндегі нөмірі 4 тапсырманың асын, әсін, бысын орындаймыз. Бұл жердегі балалар тапсырманы орындаудағы дескрипторлар мынадай. Сендерге есептің қысқаша шарты беріледі. Сендер есептің шешуін өрнек түрінде жазасыңдар. Және өрнектің мәнін табасыңдар. Есептің жауабын жазасыңдар. Ендеше сендерге 3 есептің қысқаша шарты ұсынылған. Олай болса, бұл тапсырманы өз беттеріңмен орындап көріңдер. Бұл тапсырманы орындау барысында сендерге сәттілік тілеймін балалар. Келесі нөмірі 2 оқу тапсырмамыз балалар. Оқулықтың 27 бетіндегі нөмірі 6 тапсырма. 6 тапсырманың 1 бағанын орындайсыңдар. Ал бұл тапсырманы орындау үшін балалар мынадай дескрипторларға жүгінесіңдер. 1. Амалдардың орындалу тәртібін анықтайды. 2. Өрнектердің мәндерін дұрыс табады. 3. Көркем жазады. Жақсы балалар, ендеше сабағымызды қорытындылайық. 3 леп белгісін қоятын болсақ, яғни маған бәрі түсінікті болды деген белгі. Леп белгісі мен сұрақ белгісі әлде де сұрақтарың бар болса, ал әлде де көмекті қажет ететін болсаң,
сұрақ белгісін қоясың. Жақсы балалар, сендерге мен сабақ ұнады деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше.